Құрметті көрермен, бүгінгі таңда Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында болашақтың музейі бағдарламасының аясында виртуалды 3D галереясы инновациялық жобасын таныстыру шарасы өтті. Бұл мұражайда бүкіл Орта Азиядағы өнер туындыларының ең бай коллекциясы жинақталған. Сондықтан жаңа инновациялық жоба арқылы біздің көрермендеріміз мұражайдың мүсіндік коллекциясының 3 бірдей өлшемде компьютерден тамашалай алады. Сөз кезегі мұражайдан оралған әріптестерімізде. Бұл ауқымды жоба жаңа инновациялық технологиясы бар жалғыз компания 3D Geo Max компаниясының демеушілігімен іске аспақ. Компания қызметкерлері бүгінгі баспасөз мәжілісінде сандық жаңа технологияның жұмыс істеу мүмкіндігімен таныстырды. Өйткені музей қорындағы 24 мыңнан асатын теңдессіз туынды Қазақстанның және Европа мен Азия елдерінің көркем мәдениетінен, өткен дәуірлер мен қазіргі заман шеберлерінің өнерінен хабар береді. Этот ресурс объединяется с возможностями. Мұражайдағы қор жоғары технология мен ғылымның жетістіктері арқылы насихатталмақ. Алғаш рет Қазақстанда құрылған бұл серіктестік ауқымды жобаны бастап, ары қарай жалғастыруда. Қазіргі жағдайда еліміздің маңдайалды мәдениет ордасы болып табылатын Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайы өз экспонаттарының 30%-ын ғана көрмеге қойып көрсете алады. Қалған туындылар музей қорында сақтаулы тұр. Ал көрермендерімізге музейдің бірегей мүсін коллекциясын көруге мүмкіндік беру үшін мамандар бүгінгі баспасөз мәжілісінде мүсіндердің виртуалдық 3D галереясы қалай жасалатынын көрсетті. Кез келген нысананың кескінін дәлдікпен көшіріп алатын есептеуіш машина оның 3 өлшемдегі көшірмесін санаулы секундта жасап береді. Бұл өте қиын жұмыс. Біз оның маңызды бөлігін аяқтап та қалдық. Бірақ кемелділіктің шегі жоқ. Біз технологияның шеберлігін шыңдап, 3D модельдерінің сапасын жетілдірудеміз. Мысалы, мұна процесте сандық жаңа технология жазықтықта орналасқан кескіндердің көшірмесін гипс пен полимерлік сазға көшіріп, жай суретті мүсінге айналдыруда. Ал мұражайдағы атақты мүсіншілердің теңдессіз туындыларын есептеуіш машинаның көмегімен асқан дәлдікпен суретке түсіріп, оның 3 өлшемді кескінін ғана емес, мүсіндік көшірмесін жасап, мұражайға келушілер көретін нұсқасы ретінде пайдалануға болады. Алайда бұл жоба қомақты қаржыны талап ететінін музей қызметкерлері жоққа шығармайды. Біздің музей еліміз бен мемлекетіміздің талаптарына сай бағытта жұмыс істеуде. Әрине, бұл жобаға нақты қаржылай көмек аса қажет. Ал осы бір өміршең жобада нақты нәтижеге қол жеткізу үшін белгілі бір мөлшерде қаржы бөлінуі керек. 3D Geo Max компаниясы ұсынып отырған жобаның басты міндеті интернетті пайдаланушыларға музей сайт арқылы 3D форматында музейдің бірегей коллекциясын көруге мүмкіндік беру. Әрі мұражай залдарында көрерменге осы мүмкіндікті сыйлайтын ақпараттық дүңгіршектер орнату да жоспардың бір бөлігі болып табылады.